Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадты колбаса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге печенье, Қазақстан шоколады, какао, сгущенка және сары май қажет болады. Ең алдымен таваға шоколадты, сары майды, одан кейін сгущенканы қосып, баяу отқа қоямыз ерігенше. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Ерігеннен кейін какаоны қосып тағы біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен біздің шоколадты массамыз дайын. Енді үйде бар кез келген печеньені қолдана берсеңіздер болады. Осылай өте қатты ұсақ қылмай, кішкене ірірек етіп, бөлшектерге бөліп сатып аламыз. Ұсатылған печеньені енді ерітілген шоколадты массамызға салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді пищевая пленканы видеодағыдай 2-3 қабат етіп жайып аламыз. Енді печенье қосылған массамызды пищевая пленканың үстіне салып, видеодағыдай форма жасап домалатып аламыз. Осылай орап, екі жағынан бекітіп, домалатып, форма жасап аламыз. Астына тақтай қойып, холодильникке қатқанға дейін қойып қоямыз. Мінекей біздің шоколадты колбасамыз қатып дайын болды. Енді пищевая пленкасынан босатамыз. Одан кейін сахарная пудраны бетіне жағып шығамыз, біркелкі етіп.
Мінекей біздің шоколадты колбасамыз дайын. Енді әдемілеп кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл дайындалады, әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.